саламатсыздар ма? 6 сынып оқушылары. Сіздермен бірге Мұғалім каналы. Оқушылар, біз бүгін 6 сыныптың ақбота интеллектуалдық марафоны бойынша сұрақ, яғни тестті талдаймыз. Достар, ең бірінші біздің арнаға жазылып, осы видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер осы видео сіздерге көмегі тиіп жатса, біздің арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды. Бізде бірінші 6 сыныптан бастаймыз. Яғни бізде бірінші пән ол қазақ тілі. Бізде қазақ тілі бойынша бізде 15 сұрақ беріледі. Бірінші сұрақ ең оңай сұрақтарда басталады. Яғни бірінші оңай сұрақтар өте сәл қиындау сұрақтар және қиын сұрақтар болып бөлінеді. Бірінші сұрақ: тілдің ең негізгі қызметі қандай дейді. Бізде қарап тұрсақ 4 жауап берілген. Осы 4 жауаптың бір ғана жауабы дұрыс. Бұл жерде мен сіздерге оңай болу үшін бірден жауабын белгілеп қойдым. Яғни бұл жерде сарымен белгіленген бұл дұрыс жауабы. Яғни сұрақты оқимыз. Тілдің ең негізгі қызметі қандай? Адамдардың бір-бірімен сөйлесу және пікір алмасу жатады. Яғни осы бірінші сұрақ. А жауабы дұрыс. Екінші: төмендегі сөздерде қай дыбыс түсіп қалған дейді. Қарап тұрсақ, бұл жерде қолданылады. Яғни әрпі түскен, жүргізілді қарым қатынас әрпі, жеткізу әрпі. Яғни бұл жерде бізде қарап тұрсақ, қысаң дауыстылар болып табылады. Яғни қысаң дауыстылар дегеніміз дегенде қысылып естілетін дауыстылар. Яғни ашық дауыстылар еріндік және жуан дауыстылар еді. Бұл жерде бізде қысаң дауыстылар болады. Үшінші сұрақ: үндестік заңына сәйкес келмейтін қосымшаны көрсет дейді. Бұл жерде бізде мен. Яғни бұл үндестік заңы дегеніміз, ең бірінші түсінетін болсақ, жуан әріптерден басталса, тек қана жуанмен аяқталады. Ал жіңішке әріптен басталса, сөйлем жіңішке әріппен аяқталады. Яғни бұл жерде біз мысал ретінде Марат, Айгүл, мен десек, бұл жерде үндестік заңына сәйкес келмейді. Яғни а деген әріп жуан, деген әріп бұл жерде жіңішке. Яғни және де бұл жерде мен дегенде әріпі бұл бізде жіңішке болады. Сондықтан Айгүлмен дегенде бұл үндестік заңына сәйкес келмейді. Қалғандары сәйкес келеді. Келесі сұрақ бізде төртінші сұрақ: диалогтен оқшау сөзді тап дейді. Балам, кеш батқанда ұйықтама. Неге әкем? Кеш батарда ұйықтасаң, басын ауыратын болады. Бәсе, мен де кеше соны сездім. Сұрақ: диалогтен оқшау сөзді тап дейді. Оқшау сөз дегеніміз қарапайым сөз сияқты. Бұл жерде бізде оқшау сөз балам, сосын әке, мынау әке және бәсе бізде болады. Бірінші жауабы дұрыс. Балам, әке, бәсе. Келесі сұрақ: төмендегі сөздердің қайсысы ауыспалы мағынада қолданыла алады дейді. Бұл жерде бізде көз деген жауап болады. Яғни бұл жерде адамның көзі, тағы да жұмыстың көзі. Яғни солай ауыспалы мағынада қолданылып кете береді. Келесі алтыншы сұрақ: тәуелділік жалғаған кезде төменгі ыдыстардың қайсысының түбірі дыбыстық өзгеріске ұшырайды дейді. Яғни тәуелділік жалғау дегеніміз бұл жерде қасық, пышақ болса, бұл жерде бірден жауап берілген. Яғни қасығы болады және пышағы болады. Яғни бұл жерде қ деген әріп ға ауысып кетеді. Сондықтан түбірі өзгереді. Жетінші сұраққа келіп қалдық. Мәтіндегі қысқа сөйлемдерден амоним болатын сөзді тап дейді. Іші бауырымыз құрысып, тырысып, көзіміз қарауытқанда, ойбай, дәруменіміз азайып кетті деп шығамыз. Ондайда банан, киви, апельсин жеу керек деп ақыл айтатындар да табылады. Осы біздің атам қазақ апельсин көрмей өсті ғой. Олар неге құлап қалып қалмаған деп таң қаламыз. Сөйтсек олардың ішкені, жегені дәрумендердің көзі екен. Көкорай шалғынан жалпағынан басып, жайылған сиырдың сүті, айран, құрт, түйенің шұбаты мен жылқының қымызы дәруменнің күш-қуаттың көзі екен дейді. Ал енді бұл жерде амоним сөздерді табуымыз қажет. Амоним сөздер дегеніміз жазылуы бір болғанмен мағынасы басқа. Ал енді бізде амоним сөздер бұл жайылған сиырдың сүті және айран, құрт. Келесі сұрақ: берілген сөздерден біріккен сөздердің санын анықта дейді. Ақтөбе, қазы қарта, аққұтан, жасыл жайлау, Сырдария, жақсы жаман, үлкен кіші, жер жүзі. Біріккен сөздер негізі біріккен және кіріккен сөздер болып саналады. Бұл жерде бізде біріккен сөздер Ақтөбе, аққұтан, жасыл жайлау және Сырдария. Ал қалғандары жақсы жаман, үлкен кіші бұл кәдімгі сөздер. Яғни бізде бұл 4 сөз бар екен, біріккен сөздерден 4 сөз.
Келесі сұрақ: мәтіндегі сөз синоним сөздермен мағыналас келетін сөздер қатарын анықта. Кәрі төбет өзенге қарай бет алды. Өзенде айдың жарығымен балықтай шылдырап күмістей көрінді. Ол өзеннің арғы бетінен ірі қасқырды көрді. Су суық еді. Үлкен тастың артында тұрғанын байқамай да қалды. Ал біз синоним деген сөзге анықтама берейік. Синоним сөздер негізінен жазылуы басқа болғанмен мағынасы бір сөздер. Ал енді бізде синоним сөздер: қарт, алтындай, алып, салқын, ірі. Осылар синоним сөздер болады. Қалғандары синоним сөздерге келмейді. Келесі сұрақ, 10-шы сұраққа келіп қалдық. Өзге адамның сөзін еш өзгеріссіз қолдануды не дейді? Ал сол сөзді сөйлеуші не жазушыны не дейді дейді. Бізде төл сөз, төлеу сөз және автор сөз деген жер бар. Төл сөз бұл өзге адамның сөзін еш өзгеріссіз қолданады, ал сол сөзді сөйлеуші не жазушыны автор сөз дейді. Яғни бізде төл сөз, автор сөзі. Бұл 10-шы сұрақтың екінші жауабы дұрыс. Төл сөз, автор сөзі. Келесі сұрақ. Мынаны сәл үлкейтеміз. Так. Бірлік бар жерде тірлік бар. Ағайынды 3 жігіт өмір сүріпті. Әрқайсысының өзінің шеберханасы болыпты. Үшеуі де достық жасаумен айналысыпты. Бір күні олар ақылдасады. Үшеуміз де бір кәсіппен айналысамыз. Бұдан кейін бірігіп жұмыс істеуіміз керек. Үшеуі бір бөлек тұрса, бір саны болып қалады. Ал 3 бірді бірге жаса, 111 болады. Бір адамның істеген жұмысы мен 111 адамның істеген жұмысын салыстыруға бола ма? Сол үшін біз бірігуіміз керек. Сонда ғана жұмысымыз өнеді дейді. Үшеуі бірге жұмыс істеуге кіріседі. Біреуі от жағумен және темір еміртумен айналысады. Ал екінші жігіт еріген темірден тостақ жасайды. Ал үшіншісі тостақтың бетіне әртүрлі сурет ою салады. Осылайша жұмыс жеңілдейді, әрі өнім де көбейеді. Бұрын әрқайсысы бір күнде 10 тостақ жасайтын болса, енді үшеуі бір күнде 100 тостақ жасайтын болды. Сатып алушылар да тостақтарды мақтап, көптеп сатып алатын болды. Ал сұрақ: ағайынды 3 жігіттің негізгі кәсібі. Бұл жерде тостақ жасау, яғни 3 жігіт те тостақ жасайды. Ол үшін мына мәтінді мұқият оқып шығу қажет. Міне, осы мәтінді оқып шығасыздар. Келесі сұрақ. 12-ші сұраққа келіп қалдық. Мәтіннің негізгі идеясын ашатын мақалды белгілеңіз. Ырыс-алды ынтымақ. Екінші, мәтіннің стилін анықтап көр дейді. Бұл жерде мәтіннің стилі, бұл сұрақ міне мынау мәтін бойынша келіп тұр. Осы мәтінді мұқият оқисыздар. Ғылымиға жатпайды, көркем әдебиет стилі. Ал 14-ші сұрақ. Автор не айтқысы келді дейді мәтінде. Автордың негізгі ойы бірігудің маңызын айтқысы келді. Яғни барлығы біріккен кезде жұмыс өнімді болады және жеңілдейді. Яғни бізде 3-ші жауабы дұрыс. Келесі сұрақ 15-ші. Бұл осымен біздің қазақ тілі пәнінен сұрақтарымыз аяқталды. Мәтіннен сан есімнің қандай түрі кездеспейді дейді. Бұл жалдық түрі кездеспейді. Ал бізде қазақ тілінен 6-шы сыныптың сұрақтарымыз аяқталды. Енді жаратылыстану пәні. Жаратылыстану пәнінде де 15 сұрақ кездеседі. 17-ші ғасырда Ян ван Гельмонт бір ағаштың тұқымымен тәжірибе жүргізді. Тұқымды қыш құмыраға екпес бұрын құмырадағы топырақты өлшеді. Бірнеше жыл бойы ван Гельмонт ағашты суарды және өсіп тұрды. Содан кейін ол тағы да ағаш пен топырақтың салмағын өлшеп, ағаштың 74 килограммға артқанын, ал топырақтың салмағы шамамен 100 граммға азайғанын анықтады. Топырақ өсіп тұрған ағашты түзетін құрылыс материалы көзі емес екендігі болды. Егер ағаш өсу үшін қажет заттар топырақтан алынмаса, олар қайдан алады? Бірден жауабын оқимыз. Бізде ағаш топырақтан суды сіңіреді. Бұл оның өсуіне мүмкіндік береді. Яғни бізде екінші сұрақ дұрыс болады. Келесі екінші сұрақ бізде: өздеріңіз білетіндей, барлық өсімдіктер, жануарлар және адамдар тірі организмдер. Мұнда сіз көріп отырған барлық қасиеттердің төртеуі кез келген тірі организм үшін міндетті болып табылады. Ал бір қасиет барлық тірі организмдерге тән емес. Оны табыңыз дейді. Бұл энергия көздерін пайдаланады. Келесі сұрақ: топырақта тіршілік ететін жауын құрттардың өсімдіктерге пайдалы деп айтады. Неліктен? Жауын құрттар топырақтың өсімдіктің тамырына ауа беретін тесіктер қазады. Келесі сұрақ бізде: микроскоп ең кішкентай заттарды, микроорганизмдерді көреді. Төмендегі суретте микроскоптың құрылымын көруге болады. Микропрепарат біз қарастырғымыз келетін зат. Микропрепаратты келесі жағдайда анықтай аламыз дейді. Бұл
жұқа болған жағдайда микроскоптан көре аламыз. Басқалай көре алмаймыз. Егер ол тірі болса, қозғалмайтын болса, жарқырап тұрса, біз микроскоптан затымызды көре алмаймыз. Келесі сұрақ. Бактериялар бір жасушалы организмдер, яғни олар бір жасушадан тұрады. Өсімдіктер, жануарлар және адамдар көп жасушалы организмдер. Біз көптеген жасушалардан құралғанбыз. Дұрыс емес тұжырымды табыңыз. Кейбір бір жасушалы организмдердің үлкендігі соншалық, біз оларды қолымызға алып қарай аламыз дейді. Яғни дұрыс жауабы, міне соңғысы дұрыс. Мен бірден дұрыс жауаптарын оқып жатырмын. Елестетіп көріңізші. Бір жерде қоңыздар жейтін шөп өсіп тұр, және бұл қоңыздарды құстар жейді. Бір күн аңшылар келіп, барлық құстарды өлтіреді. Осыдан кейін не өзгереді? Шөп өте аз болады. Келесі сұрақ. Жер бетінен күнге телескоппен қарағанда күннің бетінде бір астрономиялық дене көрініп тұр. Бұл неден болуы мүмкін? Бұл бізде жерге жақын шолпан планетасы. Келесі сұрақ. Қай құбылыс диффузияға жатпайды? Майдың судың үстінде тұруы. Келесі. Магнитке жабысатын денені табыңыз. Темір жабысады, қалғандары жабыспайды. Қайсысы материк емес? Бұл Азия. Азия бұл мемлекет, ел. Қай теңіз емес? Каспий теңізі. Негізінен Каспий көл болып саналады, бірақ теңіз аталып кеткен. Қай материкке адамзат ең кеш қоныстанған? Бұл Аустралия. Артық нұсқаны табыңыз. Титан бұл элемент болып табылады, қалғандары планета. Артық нұсқаны табыңыз. Сынап. Мыналардың барлығы элемент болып табылады, сынап бұл зат болып табылады. Сары түс пен көк түсті қосса қандай түс шығады? Жасыл. Бәрімізге белгілі, ауа біздің тіршілігіміз үшін ең қажетті заттар. Ауадағы негізгі газдар 78% азот және 21% оттегі. Адам ағзасынан дем шығарған кезде, деммен жұту кезіндегі оттегінің пайызы қалай өзгереді? Яғни бұл төмендейді. Адам ағзасы қалай салқындайды? Терлеу арқылы. Таза су 100 градуста қайнап, 0 градуста қатады. Қыста жолдағы мұз еру үшін тұз шашады. Қату температурасының төмендеуіне байланысты мұз ери бастайды. Теңіздің қату температурасын болжаңыз. Теңіздің қату температурасы 0-ден төмен. Дәрігерлер қолданатын тұз ерітіндісі бұл қарапайым ас тұзының ерітіндісінен басқа ештеңе емес. Дәріхана көбінесе 0,9% натрий хлоридінің тұзын сатады. Егер дәріханадан осы препаратты сатып алу мүмкін болмаса, сізге осы ерітіндіні үйде дайындау қажет болса, 1% тұздық массалық үлесі бар 500 грамм ерітінді дайындау үшін қандай су массасы қажет? 495 грамм су массасы қажет. Төмендегілердің қайсысы қоспаларға жатады? Ауа. Аралар тозаңды бір өсімдіктен екіншісіне тасымалдайды. Бұл процесс тозаңдалу деп аталады. Оның арқасында көптеген өсімдік түрлері көбейіп, ұрпақ береді. Қазір адамның араласуымен аралар саны азайып барады. Ғалымдардың айтуынша, егер аралар мүлдем жоғалып кетсе, онда жер бетінде ашаршылық болады. Яғни, көптеген адамдар тамақсыз қалады. Неліктен ғалымдар бұндай тұжырымды жасады? Егер аралармен тозаңданатын өсімдіктер жойылып кетсе, онда олармен қоректенетін жануарлар да өледі. Содан кейін бұл жануарларды жейтін жануарлар да құрып кетеді. Және солай жалғаса береді. Келесі сұрақ. Өздеріңіз білетіндей, су астында тіршілік ететін өсімдіктер. Егер сіз балдырларды құрлықта тіршілік ететін өсімдіктермен салыстырсаңыз, көптеген айырмашылықтарды көресіз. Жалпы су астындағы тіршіліктің оң және теріс жақтары көп. Дұрыс тұжырымды табыңыз. Дұрыс тұжырым бұл бізде. Балдырларға ағаштармен салыстырғанда, оларды ұстап тұру үшін мықты тірек құрылымдары қажет. Қазақстанда энергияның ең көп бөлігін не алады? ЖЭС алады. Алма Асқардан 20 метр жерде тұр. Алмаз Асқарды 6 метр секундта жылдамдықпен қуалай бастады. Ал Асқар болса 4 жылдамдықпен қаша жөнелді. Алмаз Асқарды қанша минуттан кейін, секундтан кейін жетеді? Бұл 10 болады, яғни 10 секундтан кейін жетеді. Бізде соңғы сұрақ 15-ші сұрақ. Температураны өзгергенде заттардың агрегаттық күйі қатты денені сұйықтыққа айналдыру үшін не істеу керек? Яғни қыздыру керек. Кешіріңіздер. Бізде математика пәні 25 кітапты қораптарға салып орналастырды. Барлығы 8 қорап бар. 2 қызыл, 3 көк және 3 жасыл қорап. Әр қызыл қорапта 5 кітап бар. Ал әр көк қорапта 2 кітап бар.
әр жасыл қорапта орналасқан кітаптар саны да тең екені белгілі. Жасыл қорапта неше кітап бар? 3 кітап бар. 11 келесі сұрақ. 11, 17, 23. Ортадағы сандар тізбегінде қанша сан бар дейді. 11 сан бар. Төмендегі сандардың қайсысы, яғни бұл жерде қосып кете береміз. Мына жерде 4, 5-ті қостық, 4-ті қостық, 3-ті қостық, осыны қосып береміз. Осы 71-ге дейін санның арасында 11 сан бар. Төмендегі сандардың қайсысы 231 санның бөлшегі емес? Бұл 23 санның бөлгіші емес. Төменде көрсетілген сандардың ішінен жай санды белгілеңіз. 37 жай сан. 2-ге де, 3-ге де бөлінбейтін сан. Міне екінші. 312.565. Ең үлкен санды белгілеңіз. Бұл 6 және 14. 123-ті қосқанда 4-те 56-ға қосамыз, көбейтеміз. Бізде шығады, 0 шығады. 0 шығады. Оқушыларға бір саннан жазылған қағаздар таратылды. А тобына қағазындағы сан 9-ға бөлінетін балалар кіре алмады. Б тобына қағазындағы сан 10-ға бөлінетін балалар кіре алмады. Ал С тобына қағазындағы жай сан болатын балалар кіре алады. Аяның қағазында 54-630 саны жазылған. Аян көрсетілген жиындардың қайсысының элементі бола алмайды? Бізде міне мынау қазір мынау жауабы болады. 3-шісі болады. Келесі. А саны В санының 50% және С санының 30% құрайды. С саны В санынан 16-ға артық. Бұны табыңыз. Бізде болады жауап 24. Мұғалім жарым сағатты 8 есеп құрастырды. Одан кейін ол есептерді 2 есе тез жылдамдықпен құрастыра бастады. Барлығы 40 есеп құрастыру керек болса, жұмысты толығымен неше сағатта бітіреді? 3,5 сағатта бітіреді. Шегіртке шеңберінің үстінде тұр. Ол тек берілген түзу бойында секіре алады. 7,4 см оңға, 3 см солға, ал оңға 25 рет және солға бірнеше рет секіргеннен кейін шеңберден 5 см қашықтықта болды. Шегіртке солға неше рет секірді? 50 рет секірді. Келесі. Натурал сандар n, натурал сандар жиыны z, бүтін сандар жиыны q, рационал сандар жиыны. Дұрыс тұжырымды табыңыз дейді. Бұл бізде екінші вариант дұрыс. n натурал сандар, z бүтін сандар, r, q бізде рационал сандар. Міне мынау сұрақ. Жауабы 0,2. Келесі сұрақ бұл бізде. Мынаның бөлгіштерін есептегенде бізде шығады 2,8, 2,8. Келесі сұрақ. 1999 жылы Зеландия экспортының жалпы құны қандай? Бізде диаграмма берілген. Диаграммаларда Z ақша бірлігін қолданатын Зеландия елінің экспорты туралы ақпарат берілген. Бұл жерде диаграммада қарасақ, 1996-2000 жылдар аралығындағы миллион Z мөлшеріндегі Зеландия экспорты. Диаграмманы қарасақ, бұл жерде 1997 жылы Зеландия экспортының бөлінісі. Яғни бұл жерде қанша ақша тапқанын табу керек экспорттың құны. Бізде болады 37,900,000 Зеландия ақшасы. Келесі. 97 жылы Зеландияда экспортталған жүн мен шайдың құны қандай? Бізде қарасақ, бұл жерде мақта, жүн, таба, жеміс шырыны, күріш, шай, ет және басқалар. Енді біз жерде жүн мен шайдың құнын табамыз. Бізде жүн және шай. Шай мен жүн бізде 5%-ден екеуін қосқанда 10%. Яғни біз бөлеміз. 37,900,000-ды бөлеміз, 10%-ын шығарамыз. Сонда бізде шығады 2,54 миллион Зеландия ақшасы. Алдыңғы жылмен салыстырғанда қай жылы экспорттың ең көп өсуі байқалады дейді. Бізде қарасақ, бұл жерде 1999 жылы экспорттың өсуі байқалады. Яғни 96, 97, 98-де өте төмен. Яғни 99-да бірден 10%-ға өскен екен. Так, бізде 99 болады. 1986 жылы жылмен салыстырғанда 18 жастағы ұлдардың орташа бойы 3,7 см-ге өсіп, 180 см-ге тең болған. Ал 86 жылы 18 жастағы ұлдардың орташа бойы қанша болды? Графикте Нидерландыдағы ұлдар мен қыздардың 98 жылы орташа бойлары көрсетілген дейді. Бізде диаграммада қарасаңыздар, ұлдардың және қыздардың. Астында жастар берілген, мұқият қарап шығыңыздар. Мына жерде ұлдардың бойлар көрілген. Бізде болады 176-да 6 болады. Келесі. Графикті пайдалана отырып, осы орындарды тұру қажет. Жауаптарды жазыңыз. 13 жастан бастап қыздардың орташа өсуі жеделдейді. Яғни бізде қарасақ, міне 13 жас, міне қыздардың орташа бойы.
міне қарап тұрсақ, міне 11, 12-де жай келеді де, 12, 13-тен бастап жеделдейді, міне өсе береді екен. Келесі. Ұлдардың орташа өсуі күрт жеделдейді дейді. Яғни 12 жастан бастап ұлдардың орташа өсуі күрт жеделдейді. Бізде болады 12 деп жазамыз. Келесі. Қыздар мен ұлдардың орташа бойы қанша жаста бірдей болған? Мына кесте бойынша берілген. Бізде қарасақ, міне 13, міне 11 және 13 жаста. 12 жаста кішкене ұлдар өсіп кеткен екен, 13 жаста қайтадан теңестен. Сонда бізде болады 11, 13. Келесі сұрақ. Қыздардың орташа бойы қанша жаста сол жастағы ұлдардан жоғары болған? Бізде 12 жаста қыздардың бойы 12 жаста үлкен болған. Міне қарап тұрсақ, 12 жаста 155 болған. Ал ұлдардікі 150 12 жаста. 12 жас. Осы формуланы пайдалана отырып, егер минутына 35 қадам жасайтын болса, Айбек балақайдың ұзындығын сантиметрмен анықтаңыз дейді. Суретте жүріп келе жатқан адамның аяқ іздері көрсетілген. Қадам ұзындығы R бұл алдыңғы аяқ ізінің шетінен кейінгі ізіне дейінгі қашықтық дейді. Так, бізде енді қадамның ұзындығын сантиметрмен өлшеңіз дейді. Бізде болады 25 сантиметр. Мади өзінің қадамының ұзындығы 0,75 екенін білетін болса, ол минутына қанша қадам жасайды? Так, бізде есепті шығарамыз, 105 қадам болады. Соңғы сұрақта бізде Мадидің километр сағат бойынша шамамен жүру жылдамдығын есептеңіз дейді. 4,7 километр сағат. Так, бізде осымен Ақбота интеллектуалдық марафоны 6 сыныптың 3 пәннен қарастырылды. Бұл бізде қазақ тілі бірінші, екінші жаратылыстану және үшінші математика пәні бойынша осы 3 пәннің сұрақтарын талдадық. Достар, осы видеоны соңына дейін көріп, бізді тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Сабақтарыңызға сәттілік. Сіздермен бірге болған Тізе мұғалім каналының админі Гүлнұр апайларыңыз. Сабақтарыңызға сәттілік. Сау болыңыздар.